мұғалім көп, ұстаз аз. Кезіндегі памперсі дұрыс ауыстырылмаған балалар міне осындай балаларға алып келеді. Қақпақты да сол айтады, өлеңді де сол айтады. Елдің қандай күйде екенін білгің келсе, мектебіне кіріп шық. Мынау сен қазақ халқының көзін ашуың керек. Біз білім сапасында көтере аламыз. Мен сендей кезімде білесің, не армандағым, құдай болсам деп армандайтын. Құдай болман, бір жазушы болдым. Өзімізді табайық. Өзіміз өзегімізде жатыр. Мен бір шешімге келдім деп айтты, қандай деді, өлмейтін болдым деп. Ал құрметті қазақ елі, бүгін бірдем YouTube каналында алғашқы сұхбатымызды қоғаммен бөлісіп, ойды ортаға салып, қазақта бір жақсы үрдіс бар, қымызды қанша сапырсаң, сонша дәмді болады дейді. Сол секілді бүгінгі менің қадірлі қонақтарыммен ой айтпай, ой ояту мақсатында бұл қазаққа айтылып келе жатқан ой көп, өкінішке орай ой түйіп, рухқа сіңіп, соны іске асыру мәселесінде сәл кенже қалып келе жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан біздің мақсат ой айту емес, ой ояту, білгенімізді ортаға салып, қымызша сапырып, құрметті қонақтармен осы қоғамның санасына түрткі болатын ойларды талқыласақ деген ниетпен бүгінгі подкастымызды, бұл подкаст болған кезде әңгіме, қазақ әңгіменің басында, дастархан басында өсек емес, өсиет айтып, көп нәрсені шешкен, сондай үрдіспен бүгін міне аты подкаст болғанмен бұл біздің сағат 4-тің шайы дейік. Бүгін сағат 4-те жұманың қасиетті күнінде отырмыз. Сондықтан Сәке, өзіңіз қош келдіңіз. Қош көрдік. Бір сөзімізді қалдырмай, қазаққа болсын деп үндемей, тілмен емес тірлікпен істеп жүрген бауырым Сейілбек Алматыдан қазір ғана ұшақтан қонып, осы подкастқа бірінші тұсаукесеріне өзіңіз мұрындық болып келіп отырсыз. Өте қуаныштымын. Екінші, менің бауырым, інім, жас та болса қоғамның ортасында, мектепте, қазір мұғалім көп, ұстаз аз. Ұстаз аз, дұрыс айтасыз. Мұғалімдердің ішінен ұстаз болып жүрген, жастарға үлгі өнеге болып, рухымен, тілімен, тірлігімен осы қазақ болсыншы деп жүрген бауырым Нұрбек. Бұның да айтары көп, жас ұстаз, жас маман. Сондықтан бала тәрбиесінде, мектептердегі болып жатқан келеңсіз оқиғалар төңірегінде бұл мәселе қайда жатыр, салдарымен емес, себебі қайда деген мәселелерді талқыласақ деген ниетпен бүгін жиналып отырмыз. Қош келдіңіздер. Енді тақырыпты кейс арқылы жалғастырсақ. Енді сіз өзіңіз білесіз, балалықтан даналыққа кітабының авторысыз. Ол кітапты оқымаған қазақ кемде кем шығар, әлде болса санасы ояу, бірдемен білейінші дейтін, түйінші дейтін қазақтың бәрі оқыған деп білем. Сондықтан өзіңіз сол салада жүрсіз. Нұрбек бауырымызда уже қазіргі таңда 2 түлек шығардың, 2 рет. 2 рет, түлектерді шығарып, мектепте жас болса да, 11-ші сыныптарды. Бұның Нұрбектің бір қызығы баланың қайға түсетіні, қалай оқып жатқаны, не істеп жатқаны қадағалайтыны. Біз анау жай түсіріп қана қоймайды. Бақылап отырады. Өкінішке орай мынандай жағдайлар болды ғой, кезінде мен көп жерде айтамын, біздің әке-шешеміз қай оқуға түсесің деп сұрамаған кезінде. Бірақ бізде орта бар еді, қоғам бар еді. Біз өзіміз сізбен ақылдасатын, Нұрбекпен ақылдасатын, қайға түсеміз, не істейміз, өзі пысық бек деп ойлаймын. Қазіргілерді садиктен бастап, балабақшадан. Мектеп Нұрбек айтады, мен Назарбаев университеті түсті, мен түлегім дейді. Оны әлі қадағалап жүрмін дейді. Мен риза болдым. Қазір әке-шешесі қадағаламайтын нәрсені бір өзі істеп жүр. Бірінші кейс, кеше ғана осыдан 2 күн бұрын бір жаға ұстататын жайт болды. Бір бауырымның атын айтпай қойын енді. Әйелі балабақшада тәрбиеші. Соны әңгіме шығып, қазақ енді шайдың басында әңгіме қылып жатқан кезде, енді мен сенімен болашақ деп саналы ата-ана мәдениеті дегені түп мақсаты, біздің мақсатымыз саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыру. Саналы ата-ана мәдениеті қалыптастырған күнде саналы қоғам қалыптасады. Келсесіз ғой? Отан отбасыдан басталады. Сол әңгімелерді талқылап жатқан кезде мынандай бір кейс туды.
осы мәселені сіздермен талқылағым келеді. Тәрбиешіміз дейді. Енді бір группада қанша 15 бала 20 бала келетін болса, кішкентай балдар ғой, сәбилер, бүлдіршіндер. Соның дейді Нұрбекті қызық таң қалатыным, бір оқиға айтты, кешке таман кигізіп жүрген памперсімізді, тәрбиеші ғой, ауыстырады, басқа қылады, ертеңіне сол памперспен келетін балдар бар дейді. Бұл не? Осы сұрақтан бастасақ. Сәке, өзіңіз осы кейс талқылайық. Енді шыны керек, мен бұндай кейске не деп жауап берерімді де білмеймін. Енді бұл енді соңғы біздің 21 ғасырда бар, пайда болған, бұрын жоқ еді, бұрын бұндай емес еді деп айтатындай бір құбылыс ретінде қабылдай алмаймын да. Әр заманда, әр уақытта болатын ата-аналар арасындағы бір жауапсыздық қой. Яғни тіпті ол баласының саналы, парасатты, тәрбиелі, әдепті болып өсуі былай тұрсын, жай ішіп жем, тазалығы, былайша салауатты, сауатты, денсаулығы мықты болып өсуіне жауапсыз болып отырған ата-ана ғой, жаңағы оқиға кейс. Балабақшалардан жиі көрінетін. Бұған енді жауап беру үшін меніңше сәл тереңірек кіру керек сияқты деп ойлаймын. Енді бидай екеш бидайды өсіріп өндіретін ғылымы болғаны сияқты, бұның да өзінің бір ғылымы бар деп ойлаймын. Бұны енді адам тану ғылымы деп алатын болса, соның ішінде енді философияның ішінде экзистенциялық философия деген бар да. Мен енді сәл арыдан кетем. Ол неге деген кезде кез келген заттың перспективасы деген бар. Перспективасы деп отырған болып жатқан құбылыстың, болмасам заттың немесе адамның арғы шетінде көрінісі деп айтады. Енді бұны қалай түсіндіруге болады? Мысалыға адам деп қабылдап отырмыз ғой, енді жаңа оқиғаны, бала деп, кішкентай бала деп. Мысалы маған ата-аналар лагерьмен жіберген кезде, балалар жіберген кезде, осы ата-ананың көкірегінде баланы қалай көреді екен, кеудесінде ол бала қандай бейнеде сомдалады екен деген ең маңызды сұрақ туады. Енді оны түсіну үшін бір оқиға берейін, кейске бір хикая деп айтады бұны. Баяғыда дейді, бір кісі жолда кетіп бара жатса дейді, анандай жерде бір үлкен құрылыс болып жатыр екен дейді. Сол құрылыстың қасынан өте берсе дейді, бірінші кісі жаңағы арбасына кірпіштерді салып алып кетіп бара жатыр екен. Соны тоқтатып, әй, не істеп жатырсың деп айтты дейді. Сонда әлгі бірінші кісі, көрмей тұрсың ба? Көзің соқыр ма еді? Жаңағы кірпіш тасып бара жатырмын деп айтты дейді. Соны әлдеқандай қылып сұрайтын зат бет деп ашуланып кетіп бара жатыр дейді. Соны сәл 100 метр ары жүріп еді дейді. Сөйтсе екінші бір кісі, ол да тура сол бір арбаға кірпіштер салып алып кетіп бара жатыр дейді. Соны кірпіш көтеріп бара жатқан, оны да тоқтатып, не істеп жатырсың деп айтты дейді. Сөйтсе арбасын қойып, не болушы еді? Күйбең тіршілік, сол бала шағаның қамы, жаңа қара қазан қара баланың қамы, жүрміз ғой енді, бала шаға бағу керек, күн көру керек, сол үшін жұмыс істеп жүрміз деп айтты дейді. Жарайсың деп ол кетті дейді. Соны тағы да 100 метр жүрсе бір үшінші кісі тура солай арбасы да сол кірпіші де сол көтеріп кетіп бара жатыр екен. Сен не істеп жатсың деп айтты дейді. Сөйтсе әлгі кісі тұрды да арбасын қойып, енді біздің тірлік мынау ғой. Біз енді бұл дүниеге келген соң бір адам бір борышты міндетті арқалап туады. Кірпіш болып бұл дүниеден өзінің орнын тапқысы келеді. Мынау енді бір мектеп соғып, бір осы қоғамның ағаруына, бір балалардың сауатты болып өсуіне, бір өзінің үлесімді қоссам деп бір мектеп соғып жатыр едім деп айтты дейді. Сонда әрекеті бір түрлі. Енді бәрі де кірпішпен алып бір үйіма, мектепке бірдеңе соғып жатыр. Бірақ іштегі құндылықтар үш түрлі. Сонда дүниеге деген көзқарасы ішіндегі құндылығына байланып тұр. Көрдіңіз ба? Тура сол сияқты бір баланы туады, бір баланы өсіріп өндіреді, жаңағы бір балабақшаға береді. Бірақ сол балабақшаға беріп жатқан ата-ана болсын, соны алып оқытып жатқан тәрбиеші мұғалімдері болсын, соны баланы қалай көреді деген сұрақ туады енді. Сонда егер бала бұл ішіп жемнен тұратын, жаңағы өздігінен өсетін тіршілік деп қарайтын болса, жаңағы ата-ананың көкірегіндегі құндылығы тым төмен болатын болса, яғни жануарлық ата-аналық инстинкттен де төмен болып тұрған бұл әлемде. Ондай болатын болса, сол жауапсыз болады. Ал егер жоқ, бұл мен баланы жайдан-жай туған жоқпын, осы 9 ай 9 күн қиналып босанып туғаннан кейін елдің бағына туған бір азамат таптым ба дейтін ішінде бір құндылығы болатын болса, ол тек памперсі бер жағында ол әңгімесі, ол жай үшін төмен қойды. Ол күні Құдайдың құтты күні, ол баланың
жаңа ертең алаш сиялардай тұлға болу үшін қайтсем сондай қылып өсіремін деп оның көкіректеріне кішкентай кезінен әлдиден бастап құлағына құйып тақпағы бар, жыры бар, жаңылтпашы бар, соны бірге құяды. Бар мәселе сол көріп тұрған перспективаға байланысты. Яғни ол баланы көрген кезде оның артында қандай оқиғаларды көріп тұрсың деген сұрақ туады оның. Сондықтан да бұл енді өте маңызды нәрсе. Бұл жерде енді сол ата-ананың ішіндегі құндылықтарына байланысты нәрсе деп ойлаймын. Енді әрине ана енді дәл сол жағдай бір күндік ситуация ма, кейде болып қалуы да мүмкін. Енді бір келеңсіз оқиғалар болады. Қазір не көп отбасыда кикілжің ұрыстар да бар, жанжалдар да бар. Соған байланысты болып қалды ма, жоқ әлде шынымен де ол ата-ана сондай ма, мен оқиғаны толық білмей тұрмын. Бірақ жоқ, ол жерде былай айтылып жатыр. Кейбір балалар дейді, сол памперспен, кейде сол киімді киіп жүреміз, сол киіммен енді қайтып келеді. Бұл жерде бір бала айтып тұрған жоқ қой. Нұрген аға, бұл енді көп бала ғой. Енді ата-аналар тым төмен болып кеткені ғой, енді ішкі құндылықтар. Құндылықтардың жоқтығы дейсіз. Бірақ енді құндылықтардың жоқтығы. Бұл енді бұл әңгімені тағы да тереңдей беретін болсақ, ол кезде тарихи детерминизм деген нәрсеге келіп тіреледі да, жаңағы осы оқиға ненің себебінен туды. Бұл оқиға енді аспаннан сауат бұлай болып қалған жоқ қой, балабақшадағы жағдайлар. Яғни бұны тарихын тарқатуға тура келеді. Яғни 90-шы жылдарымыз қалай болды, мемлекеттің 30 жылдық тарихындағы стратегия, бағыты қандай болды деген сияқты тағы да әңгімені тереңдеп айту керек болып қалады. Қазір ол жерге келеміз. Нұрбек, сенің ойың? Әрине бұл енді бір бейғамдық болуы мүмкін, жауапкершілік болуы мүмкін. Бірақ енді бұл өмірдегі біз баланы дүниеге алып келгеннен кейін ол баланың бойындағы құндылықтары, тәрбиесі, білімі, бірінші ең басты алдымен ол ата-ананың жауапкершілігі. Міндеттеледі ол баланы өсіріп, тәрбиелеп, қоғамға қызмет ететін адал, әділ азамат болып өсуіне. Енді бұл жерде қараңыз, мынау бір оқиға түсік, мына бір атақты фильмдердегі болған оқиғаның бірі. Екі адам сұхбаттасып отырған кезде біреуі айтады да екіншісіне, екі әскер соғысып жатыр екен дейді, бірақ екіншісіне бірінші әскер келіп тұтқиылдан соққы береді дейді. Ең жаман қару сол ғой, тұтқиылдан соққы берген. Сол кезде анау бірінші әскер жеңіске жетеді дейді. Содан кейін оның себебін анықтайды, не болды дейді. Ол уақытта уақытылы жеткізілмеген хабар дейді. Ал енді уақытылы жеткізілмеген хабарды кім кінәлі оған дейді. Оған жаңағы жаушы кінәлі дейді. Жауды келетқан ескерту керек, ескертуші. Ал оған кім кінәлі дейді. Жолда келе жатса аттың аяғы сынып кетеді. Ал оған кім кінәлі десе, оған тағаны қағып атқан тағашы кінәлі екен да. Дұрыстап тағаны қақпаған, таға қақпағаннан ат шалынып, аяғы сынған, аяғы сынған себебінен жауды жеткізе алмайды ертерек, соның нәтижесінде әскер жеңіліп қалады. Бұл жерде бір сондай бір нәзік дүниеде бұл. Сенің ата-ана болып тұрып, сол дәл сәл соған қойған бейғамдығының нәтижесінде ертең ол баладан әділ сүйгіш, адам сүйгіш, мынау қызмет қылғыш азамат шыға алмайды да. Өйткені тазалыққа жауап бермедің. Тазалық ол барлық нәрсенің бастауы ғой. Одан кейінгі тағы бір айтатын нәрсе бар. Енді бұл жерде әртүрлі жағдайлар, оқиғалар болып қалуы мүмкін. Ата-ананың ұмытшақтығы несі. Бірақ ол ертең күні ол біз осындай нәтижелердің салдарының нәтижесінде мен жоғары сыныптарға сабақ беремін да өзім. Сол кезде келген кезде неше түрлі балаларды көрдік біз. Мен жалпы өзім классикалық мектепте сабақ беремін. Яғни классикалық мектеп деген не деген сөз? Қазақстанда өзі 8.000-ға жуық мектеп болса, соның бір 800-дей ғана жекеменшік мектептер. Енді оның арасындағы түртібалары бір 20-30 ғана мектеп шығар. Қалғандарын енді бір 100 бала, 200 бала, 150 бала қылып аша берген жекеменшік мектептер көп. Ал енді соны қараңыз, соның ішіндегі 90%-дан астам бізде классикалық мектептер. Ол қандай мектептер деген сөз? Енді біздегі 4 миллион бала бітірсе, соның ішіндегі енді 10% ғана 400 мыңға жекеменшік болса, қалған 3 миллион 600 мыңы классикалық мектепте. Енді халықтың көп бөлігі осы классикалық мектеп сабақ береді, білім алады деген сөз. Енді осы жерде ата-аналар келіп, балаларын таңертең сабаққа жібердік деп ойлайды да, бірақ балалар сабаққа келмейді. Басқа жақта қыдырып жүреді. Кім қадағалай бермін? Міне, сұрақ осында. Бала кетті деді, біз қабылдап алдық дедік. Бірақ өзімде осында оқиғалар болған. Келді, бала мектепте жоқ. Баланы мен көшеден ұстап аламын. Сыртқа іздеп шықтым. Уақытымды бөлдім арнайы. Сол кезде барған кезде ата-ана енді келіп кешірім сұрақ, осы баланы сізге тапсырдық дейді маған. Кезіндегі памперсі дұрыс ауыстырылмаған балалар мені осындай балаларға алып келеді деп жатқаным ғой менің. Жауапкершілік тұрғысынан да. Көрдіңіз ба? Яғни біз кейбір балалар бар, сүйсінесің сондай. Құдай-ай, мына қандай қыздар, ұлдар
ертеңгі күні осылардан біз үміт күтеміз ғой деймін да. Мына шынымен де мынау әділ сүйгіш, адам сүйгіш, сондай сыпайы, сондай әдепті балалар бар. Қайдан ғана міне ата-аналарын қарайсың, сондай керемет ата-аналар. Кейбір балаларға қарайсың, кішкене өкініш пайда болады да. Енді осы тұрғыда мектеп бойынша қазір тағы бір кейс бар. Мектеп мұғалімі ретінде, түлек ұшырған ретінде саған арнайы қоямын оны. Енді сенің жауабың жауапкерсіздік. Жауапсыздық, бейғамдық. Сіздікі құндылықтардың құлдырауы. Айналып келгенден бәрі сол жауапкершіліктің төмен болуы, құндылығының төмен болуынан ғой. Иә, менің мынау кесем гүлмен сіздікі ақ, бірақ екеуінің функциясы бір ғой, сонда болып тұр ғой. Иә. Жауапсыздық деп отырсыз. Құндылықтарын құлдырау. Хорошо, дұрыс. Бұған да келсем. Енді бүгінгі подкастымыздың басты фундаменті дейік, тақырыбы өзің тап, өзегіңе орал. Өздеріңізге де осыны кигізіп қойдық. Бұл біздің тамаша мағына. Сен мен болашақтың 5 бағытының бір бағыты. Мына президентіміз жаңағы креативтік индустрия деді ғой. Жастарға біз осындай нақыл сөздерді осындай футболкалармен, бас киімдермен, әртүрлі сумкалармен көрсету. Өйткені қазіргі жастар білесіз, бәр нәрсеге асығыспыз ғой қазір. Асығып тұрады. Тез оқуымыз керек, тез біліміміз керек, тез үйренуіміз керек деген секілді. Сондықтан біз енді балабақша кейсін ата-ана айналып келгенде жауапты. Бұған тәрбиеші жауапты емес, түсінгенім бойынша. Тәрбиешіге тапсырылды. Үйден ата-ана жауапты ғой бұл жерде. Бәріне. Құндылықты да беретін сол, сізді айтпақшы. Нұрбек айтпақшы, жауапкершілікті сезетін сол. Сондықтан саналы ата-ана мәдениетінің түбінде осы нәрсе. Мен көп жерде айтып жүргеніміз осы. Саналы ата-ана деген кім деген сұраққа екі-ақ нәрсе. Саналы ата-ана жауапкершілік сезінетін ата-ана, саналы ата-ана баланың ішкі дүниесін сезе білетін ата-ана. Ішкі дүниесін сезген ата-ана, жаңа сіз айтпақшы, құндылық құю керек қой онда. Құндылық құймаса қаяқтан ол сезеді. Иә. Дұрыс. Екінші бір оқиға бар мынандай. Нұрбек, бұл сұрақ саған. Мұғалімдердің көбінесе біздің кезімізде де бар, Сәке, есіңізде болса, бір отличник, үздік оқитын баланы мұғалім өзіне бір жұлдыз ұстана болады да, айналып келіп соның төңірегінде сабақ өткізеді. Кейде өзіміз жынданатынбыз. Немене ананы қайта-қайта тақтаға шығара береді, немене ананы айтқыза береді деген. Сол үрдіс әрі күнге дейін қоғамда бар секілді көрінеді. Әсіресе бастауыш мектептерде. Бір-екі жұлдыз баланы ұстап алады. Сөйтеді да сол жұлдыз баланың айналасында тақпақты да сол айтады, өлеңді де сол айтады, универсал солдат кәдімгі. Қалған балдар сәл көлеңкеде қалып кететін де бір күй кешеді. Менде сондай бір сезім бар. Қоғамда жүргеннен кейін кейбір мектептерде аралаған екен, Асанбай Асқаровтың бір жақсы сөзі бар ғой. Бір елге барған кезде сол елдің қандай күйде екенін білгің келсе, мектебіне кіріп шық дейді. Қалған қызық емес. Мектепте бәр нәрсе айнадай көрініп тұр. Баланың көз жанары, мұғалімдердің ықыласы, шынайылығы деген секілді. Осы мәселеде бастауыш сыныптарда кездеседі. Осыны қалай алдын алуға болады? Сен бір екі түлек жас, өйткені сен енді мектеп бітірген ұзақ емес, университет бітірдің, жанып тұрған ұстазсың. Осы тұрғыда не айтар едің? Енді жалпы мұғалім ол бір идеал көретін адам емес қой. Мұғалім не үшін мұғалім болады, не үшін ұстаз болады? Ол барлық балаға тең мүмкіндік берген ғана мұғалім болады да, ұстаз болады. Яғни енді қазіргі заманда бұның барлық нәрсенің өзінің бір себептері бар. Артқа қарай келіп оралатын болсақ, енді бұл мәселенің шығып кетуінің себебі де енді өзі бір ұстаздарға деген жылымықтың пайда болғанына бір 4-5 жылдың төңірегі болды ғой негізі. Жалақыларының өсуі. Мен сол кезде өзім мұғалім болып келген адаммын өзімде. Осы ұстаздық жолға келгенмін. Соған дейінгі де менің өзім бір группаластарым бар, жолдастарым бар. Жалақылары 80 мың, 100 мың теңгемен жұмыс істеп жүрген кездерін көрдім да мен өзім. Одан кейінгі бітпейтін тексерістер, бітпейтін қағазбастылықтар, одан кейінгі тағы бір осы халқымыздың арасында сен осы мұғалім боласаш деген, яғни білім сапасы төмен адамдардың да осы мына ұбт деп атыр, соны тапсырып университетке, яғни осы мына интеллектуалды тұрғыда болсын, эмоционалды тұрғыда болсын, осы мұғалімдікке кездейсоқ келіп қалған адамдар бар.
жоқ емес, бар олардың нәтижесі де. Енді ол кісілердің барлығы қазір уақытта жұмыс істеп жатыр. Бірақ енді көкке топырақ шашқым келмейді. Жаңа сіздің сөзіңізде жаны бар. Өйткені дайын өнімді әрі қарай гүлдендіре берген ол бәріне оңай. Ал бірақ айтқанымдай, мұғалімдік ол бәріне мүмкіндік бере алатын тұлға. Сіздің алдыңызда 25 бала болса, 25 баланың эмоционалдық тұрғыдан болсын, интеллектуалдық IQ қабылдауы болсын, оның физикалық қуаттылығы болсын, 25 түрлі болады. Соны естен шығармаған жөн. Ал мұғалім сонысымен мұғалім болады. Солардың әрқайсының кілтін тауып, соның жүрегіне мынау кереметтей, мына бидай десек те кереметтей білімнің, мына құндылықтың дәнін егіп, содан керемет өнім алу. Осысымен мұғалім болады. Енді бұл барлығы тарихи бір осы мұғалімдерге денгі бір құрметсіздіктің нәтижесінде келген нәрсе. Ол бірінші. Екінші, сол ұстаздың өзінің алдында отырғанын кім екенін сезіну. Мысалы үшін мынау кезінде Балғожа би өзінің немересі Ыбырайға айтқан екен. Ыбырай өзінің әкесін ерте айырылады ғой. Мына Кенесары әскерімен шауып кетіп барып Алтынсарына. Сөйтіп Ыбырай айырылып қалған кезде төменге оқуға жібереді. Төменге оқуға жіберген кезде артынан хат жазады. Сол хаттың бірінші текстінде үміт еткен көзімнің нұры балам дейді да. Айналайын Ыбырай дейді да, мынау сен қазақ халқының көзін ашуың керек. Сенен үміт етіп отырмын мен, көзімнің нұрысың дейді. Сол уақытта міне келіп, сондай үміт еткен адам келіп, бүкіл халықтың келіп алғаш мектеп салды да. Енді ана Ыбырай жолы деген кітап бар, соның ішіндегі кейбір ана оқиғаларды қарасаңыздар, үлкен өгіздерге келіп ағаштарда тасып тұрып, енді мына бір мектеп соққандарын қандай бір енді көзге жас келіп, осындай азаматтар болған екен ғой бізде дейміз да. Енді соны қарасаңыздар, енді сондай біздегі қазір ұстаздарға оянатын кезі келді. Өйткені құндылықтың сақшысы ол ұстаздар. Осы тұрғыда сұрақ, Сәке, ұстаздардың мәртебесін дегенде тұғырынан неге түсіріп алдық? Ол мынандай нәрсе. Жалпы сол экзистенциялық философияда айтылады. Адамды басқа тіршілік иелерінен ажыратып тұрған ең басты қасиет не деген сұрақтарды бұл үнемі ойшылдар қойып келген. Адамды адам етіп тұрған болмысындағы ең басты қасиет не деген сұрақты қояды. Сонда өте бір қызықты нәрсе. Мен енді осы мұғалімдерге жаңа шынайы ұжым тақырыбында лекция оқып жүрген кезде бір сұрақ қойғанмын. Педагогты педагог ретінде анықтап тұратын ең басты нәрсе не деп? Соны ең басты әрине ол енді жұмысқа кірер кезде сіздің қолыңызда педагог ұстаз деген диплом болу керек. Ол болмаса жұмысқа қабылданбайды. Қалай ойлайсыздар, сол қолыңыздағы жаңа универді жоғарғы оқу орнын бітірген әлгі документ, құжат, ұстаз деген, сол сіздің ұстаздық неңізді білдіре ма деген сұрақ қойғам. Сол кезде бір қарағанда дұрыс, ұстаз ретінде білдіреді, бірақ ол толыққанды емес. Неге деген кезде енді сол ұстазды ұстаз деп қабылдайтын екінші бір адамға біз тәуелді болып тұрамыз. Ол не нәрсе деген кезде, анау оқушылар егер қарсы алдында отырған ұстазын егер көкірегінде ұстаз деп танымайтын болса, ол 1000 жерден документ алып келсе де, жаңағыдай оны ұстаз деп мойындамайды, бетінен ала береді. Сондықтан да адам басқа тіршілік иелерінен ажыратып тұрған ең басты қасиет сол бір-біріне мән мағына, қадір қасиет дарытушы бірден бір тіршілік иелесі болады. Мынау жайлы мектептер соғылып жатыр, мұғалімнің мәртебесін жаңағыдай заңды түрде бекітіп жатыр, айлықтарын өсіріп жатыр. Бұл бір жағынан дұрыс, бірақ екінші бір жұмысқа алып бара жатыр. Ол не нәрсе деген кезде, кішкентай кезінен балалардың бойына сан мыңдаған киелі ұғымдарды сіңіру деген бар емес пе? Сол нәрсе қалып бара жатыр. Ол адам былай тұрсын, ол заттардың өзіне кие дарытатын бірден бір тіршілік иесі. Әр затқа сондай қадір, обал сауап деп қарайтын, жаңағыда аяқ асты етпейтін, киелі ұғым деп қарайтын, көкірегіне құндылық болмағаннан келіп шығады. Осы нәрсе жасалмағанның кесірінен ғой жаңағыдай біз не болып бара жатыр өзі, мынандай жағдайларын жасап қойдық. Интерактив тақтасы мынау тұр, буфеттері ана, столовый анау тұр. Неғып бұлар осындай мұғалімнің бетінен алады? Себебі оны көкірегінде ұстаз деп мойындайтын киелі ұғым жоқ, соның кесірінен болып жатады. Енді бұл айналып келген ата-анада. Енді бұл жерде бір мәселе бар. Мен енді мынау жекеменшік мектептер шақырады ғой. Сол кезде мен барған кезде жүрегімді алып жүгіріп бара қалмаймын. Себебі мен көңілімде бір кішкене күдік тұрады. Бұл қандай мектеп екен дейтін. Себебі оқытып жатқан оқушыларын бұл кәдімгі оқушы адам деп, рухани болмыс иесі деп қарай ма бұл мектеп, жоқ әлде оларды біздің жаңағы экономикалық немізді күшейтетін,
былайша айтқанда табыс көзі деп бір қарай ма деген бар мәселе осы жерде. Себебі көп, мысалға мен енді балықтың даналыққа кітабым шыққаннан кейін лагерьдің енді мен қыр-сырын үйреніп алдым ғой. Соны айтады, бірігіп жұмыс жасайық та дейді, сірә сондай ұсыныс түседі. Соны қараймын да бірден түсіне қоямын да. Бірінші тексеріп көремін. Сол кезде жаңағы мен бүкіл материалдық жағдайын жасайын, сенің атыңды пайдаланайық, сөйтіп бала оқытайық. 40 бала оқытамыз, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жинаймыз. Бірден түсінесің, ана баланы адам деп емес, ол бір көк қағаз ба, қызыл қағаз ба деп көреді. Мысалға атақты дардай беделді Қазақстан танымал мектептердің ұстаздарымен отырып әңгіме аламыз ғой. Сол кездегі уайымы, қайғысы, мен шақырып алғанда не талқылайды екен, не мәселе көтереді екен десем, бар мәселе сол, биыл 50 оқушы кетіп қалды, пәленбай $1000 шығын шегіп отырмыз дейді. Былайша айтқанда аналарды бір табыс көзі, бір материалдық дүние ретінде. Бұны ғылымда редукционизм деп айтады. Яғни сіздің көтеріп отырған мәселеңіздің бәрі сол редукционизмнен келіп шығады. Осыған қатысты бір қызық нәрсе айтайын сізге. Америкалық педагог бар ғой, Ривз деген атақты, шаршап кеткен осындай көзқарастардан. Сөйтіп сол The Animal School деген бір ертегі жазған, шағын ғана. Соны баяғыда дейді, жан-жануарлар жиналды да орманда, балаларымыз сауатсыз болып надан болып қалады, мыналарды оқыту керек, енді оқыту үшін мектеп ашу керек деп айтты. Соның кәсіпкерлеріне қолқа салды дейді, ақшаларын бір салсаңдаршы мектепті де. Сонымен бәрі жиналып келіп мектеп салды. Ал енді педагог жинады, не оқытамыз? 4 пән оқытайық, 4-ге керек. Қандай? Ұшу, жүгіру, жүзу және ағашқа өрмелеу деп айтты. Болды. Сонымен мұғалімдерін дайындады, балаларын әкеліп салды дейді. Сөйтсе мына қояның баласы көжек жаңағыдай жүгіруден бірінші орын алады екен де, 5 алады екен де, ұшудан 2 алады екен. Соны әкесі кешке келгенде үйге айтты, ей балам деп, мынау масқара болдық қой. Қоян деген атымызға сын келді. Көшеде жүре алмай қалдым ғой мен. Не масқара? Онсыз да ана жүгіруден сабағың 5, сені қосымша репетиторға берейін. Жаңағыдай жүзуді үйрен, ұшуды үйрен. Сөйтіп барлық сабақтан 5-ке шық. Мақұл ма дейді екен. Соны мақұл деп репетитор жалдады, курсқа берді. Анау байқұс қолын сермеңдетіп, елпілдетіп, желпілдетіп, ана сіңірлері тартылып, ақыры бүкіл сабақтан 3-ке шықты дейді ана жылдың соңында. Сөйтсе үйрек жүзуді қатырады, ұшуды қатырады, балапаны. Бірақ жүгіру балпаң етіп басып жүгіруден өмір 2 алады екен. Әкесі айтты, болды, үйрек деген атымызға сын келді, көшеде жүре алмай қалдық масқара. Барлық сабақтан 5-ке шығу керексің. Енді әкеңнің ақшасы барда пайдаланып оқып қал. Жоқ болса айтар едің, курсқа беремін, репетитор жалдаймын деп. Соны байқұсты үйректі жаңағыда жүгірте беріп, аяғы күс-күс болып, табаны ісіп, байқұс жүгіруден сол күйі 2 алды дейді, ұшудан 4 алды дейді, жүзуден 3 алып қалды дейді. Ана бүркіт деген қиқар бала болып шықты дейді. Ағашқа өрмеле десе ол ұшады екен, өзінің білгенін жасайды екен. Бір күні көрді ұшқандар шықты дейді. Неғып ін қазатын сабақ жоқ, барлығы барды, біздің сабақ жоқ деп. Сонымен не керек? Ақырында жылдың соңында бір аздап болса да жүзе алатын, жүре алатын, жүгіре алатын, бірдеңе ұша алатын, қайдағы жоқ бір жылан балық. Барлық сабақтан 5-ке шықты да сөз сөйлеп қоймайды соған дейді. Бұл жекеменшік мектептердің проблемасы, бар проблема осы. Неге деген кезде адам деген кім деген сұрақты қоймағаннан келіп шығады. Болмысы неден тұрады, даралығы неден тұрады, бұл не деп таниды, зат сияқты танығаннан мысалы. Ғылымда ол бар, ол редукционизм деген ол үлкен проблема, бұл кәдімгі бүкіл қоғамда, отбасыда да ерлі-зайыптылардың бір-біріне жаңағыдай күйеуі мал табар деп машина деп қарау, әйелін жаңағыдай үйдегі күңі сияқты ұстау деген сияқты бір оның қалауы, таңдауы, рухани өсіп өнуіне деген мүмкіндік жасау деген сияқты нәрселерге бас қатырмайтын бала шағасы. Бұл ең жаманы, бұл ұрпаққа ауысып кетеді. Бұл уақыт өте келе баласын жаңағыдай қартайған кезде сен не үшін оқыттық, сен не үшін тоқтық, бізді бақпайсың ба деген сияқты зат сияқты қарайтын проблема. Иә. Соның жаңағы кейстердің бәрін алып қарайтын болсаңыз, жаңағыдай отличниктерді, үздік оқитын балаларды жаңағыдай не дейді, күлшейлі бала сүймекке жақсы дегендей, 1-2 белсенді баланы айналшықтап отырудың бәрін түбіне қарасаңыз, осы болмыс деген тақырыпты қозғалмағаннан, адам деген кім деген тақырыпқа жауап бермегеннен шығады. Бұл тақырып қозғалмай ма, бұл тақырып айтылмай ма, проблема болған бола береді. Ата-аналар да мұғалімдерді мұғалім, ұстаз ау, бұлар киелі бір мамандық иесі ау деп қарамайды. Керісінше мен сатып алдым. Кейбір жекеменшік мектептерге барамын ғой, ата-аналарға лекция оқыған кезде, соны ата-аналар былай отырады кәдімгідей. Бірден түсінесің, бір ресторанға келіп тамаққа
тапсырыс беріп жаңағы мына тамағын енді ақшасын төлейді, сервисін қызметін дұрыстап жаса деген сияқты мұғалімдерге сондай қарым қатынас ұстайды да, уже түсінесің, рухани тақырып жоқ ол жерде. Соның кесірінен киелі ұғымдардың жоқ кесірінен бұндай проблемалар шыға береді. Осыған бір кішкене бір ремарка дейді ғой өзі, қосып жіберсем, мынау білім саласына ұстаздарға құрмет деп айтып қалдық қой. Осы 2024 жылы осы Астана қаласында білім саласында біраз кішкене жетістіктеріміз бар еді, азды көп жинаған. Сол кезде бір Сингапур еліне жіберді оқуға. Сингапур еліне жіберген кезде олар жерде Ли Куан Ю деген ғажайып Сингапур, жалпы ғажайып, мынау біздің Алихан секілді, мына финдардың Снелман секілді бір көсемдердің бірі ғой, Нелсон Мандела секілді ол кісі. Сол кісінің жазып қойған сөзі бар екен. Мынау 1965 жылы құрылды ғой тәуелсіздік алып. Тәуелсіздік алған кезде ауыз су жоқ дейді мемлекетте. Ойлаңызшы, мен кішкентай ғана бір қала Малайзия өзінен бөліп тастайды. Керек емесін деп бізде. Одан кейін әбден мындай колония болып өмір сүрген мемлекет қой. Жапондардың қыспағында болды, ағылшындардың қыспағында болған. Негізі халқы Қытай халқы, негізі қытайлықтар, бірақ өздерін сингапурлық деп атайды. Сол кезде жазып қойған бір сөзі бар. Кірген кезде музей бар екен, музейдің бірінші маңдайшасына Ли Куан Юдің 1965 жылы қасиетті Иса, нәресте Иса деген сол жерде тұрып мінберде сөйлегенде, біз ұлт пен қоғамның алға гүлденуін қаласақ, онда біз мұғалімдерді тәрбиелеу керек дейді. Соның ішінде көшбасшы мұғалімдер. Ал көшбасшы мұғалімдер кімдерді тәрбиелейді дейді? Көшбасшы шәкірттерді тәрбиелейді дейді. Міне қараңызшы, 1990 жылы әлемде бум болды да. Сингапур мемлекеті алдыға қатарға шығып кетті. Сол секілді мынау Нұрболат Бейсенғалиев деген азамат бар. Қазір бұл Тамыз Space School'дың директоры. Сол жақында ғана кітап шықты, 21 ғасырдың дағдылары деген. Сол азаматтың сөйлесу барысында мынандай нәрсе. Вьетнам мемлекетіне барып, сол жерде директорлық қызмет атқарған екен. Вьетнам мемлекетінің 5000-нан асатын жекеменшік оқу орнының жүйесін жасап берген. Бізде де осындай азаматтар бар екен де елімізде. Қатты қуандым. Жаңағыдай қазақ баласының осындай басқа елге барып сұлтандық көрсеткеніне. Соны қарап отырдым да, бірақ ол жігіттің айтатын бір нәрсесі бар да. Біз басында зам болып барған екен, орынбасар болып, кейін барып директор болған, коридорда келе жатсам дейді, дәлізде келе жатқанымда ата-аналар болсын, оқушылар болсын, бұрышқа тұрып маған қарай сәлем жасайды дейді. Өзім қатты қысылатын жаңағы нәрседен дейді. Одан кейін ұстаз ретіндегі құрметтерін көрсеңіздер дейді. Соның нәтижесінде Вьетнам мемлекеті осы мына халықаралық PISA деген бар, соңғы жылдары алғашқы 10-қа кіріп кетті. Яғни бұл біз ұстаздың мәртебесін көтеру арқылы бірден бір тағы бір кілт біз білім сапасында көтере аламыз деген бұл кішкене бір андай қорытындыға келуге болады да бұнымен. Енді екеуіңіздің ойымыздан түйгенім өсиеттің орнын таппауы, жаңа айтып жатсыз, адамды адам қылып бағалау, адамның болмысын түсіну. Енді бір қазақта бір жақсы ұлы сөз бар. Не дейді? Өсиетті өсекке таңсаң, ұрпағың қартайғанды сен төсекке таңады дейді. Енді сол болып тұр ғой. Өсиетті өсекке айналдырдық. Одан кейін қарттар үйінде неге отырмын деген әңгімені көтерудің қажеті жоқ. Ұрпағыңыз сізді жаңа сіз айтпақшы, зат ретінде көрді, сен оны асыраушысы болдың, алды, аяқ қолы аузына жеткеннен кейін сен алды да қарттар үйіне қоя салды. Немесе өзің еншісін алып кетеді, өзің қаласың, анда-санда әке или мама, папа не керек? Киім керек па? Өткен кезінде солай жасадың өзің. Осы түйін ұғым шығады. Ал жаңа сіздің жаңағы мектеп туралы айтқан кейсіңіз өте маған ұнады. Бұл жердегі түсінетін нәрсе де мынау. Бәр нәрсені материямен өлшегеннен кейін ойым. Баяғыда жаңа сіз айтпақшы, бір әулиеге, Данагөйге Нұрбек сияқты бір бауырымыз келеді ғой. Жанып тұр. Айтады, Сәке, мен сіз сияқты болғым келеді дейді ғой. Сәкең Нұрбекке қарайды, айналайын, жарайды, көмектесейін. Қанша уақыт керек дейді, жанып тұр ғой Нұрбек. Энергия ұрып тұр. Как минимум бір 5 жыл керек дейді ғой. Нұрбек айтады, мен 2 есе дайындаламын дейді. Онда жаңағы Данагөй айтады, 10 жыл керек дейді. Жынданады. Мен 3 есе күндіз-түні жатпай, ұйықтамай дайындаламын дейді ғой. Сөйтсе жаңағы Данагөй күліп тұрып, 15 жыл дейді ғой.
жынданады Жылы көйіп барады. жылы көйіп барады. Қалай дейді ғой, мен жүгірген сайын шырағым дейді, бір көзің нәтижеде, бір көзің мақсатта болғанда мақсат ұзай береді дейді ғой. Иә. Біз өкінішке орай нәтижеге көз тігеміз да. Жаңа ақша табайын, мұғалімдердің ең жақсысын таңдап алайын. Мақсатты ұмытылып кетті. Мақсат қайда қалды? Мақсат ұрпақ дайындау, ұрпақ тәрбиелеу, ұстаз дайындау дейді ғой мақсат. Жарқын болашақ деп лозунгтарды айтамыз ғой жаңағы. Сұмдық 30 елдің қатарына кіреміз. Әділетті Қазақстан. Иә. Жаңағы сен айтпақшы дәрежелер пиза дедің ба? Содан бір алғашқы 10-қа кіреміз. Бірақ мақсат емес, результатқа жұмыс істеп жаңағы ақша табу. Күшті керемет не айтты Сәкең. Ресторанға келіп алып отырған сияқты ата-аналар. Неге? Өйткені мен төлеп жатырмын. Ақшасын төлеп отырмын, нәтижесі қандай дейді болуға. Ал негізі тұғырында отырған ұстаз соны орнына отырғыза білсе, ұнамаса алып кетіңіз, балаңыз дей алатын ата-ана керек қой қазір. Мазмұнда ғой мәселе, мазмұн. Мәнде. Біз формаға кетіп қалдық та. Жаңа әңгіме есіме түсіп кетті, бір қызық. Нәтиже емес, мақсатқа емес, нәтижеге қарайды деген. Баяғыда дейді, қырық аяқ келе жатса дейді, жорғалап, алып артына қарамай, алдынан құмырсқа досы шығып қалды дейді. Қырық аяқ досым, қалың қалай, амансың ба? Үй іші ауыл аймақ, бота тайлақ, дін аман бәрі. Көптен бері көрмей кеттік сені. Бір көрсем, бір нәрсе сұрайын деймін де, өмір есіме шығып кетеді. Есіме тұрғанда сұрай салайыншы деп айтты дейді. Сұрай ғой, сұрай ғой. Сонымен осы сенің аяғың 40, біздің аяқ 5 ел тауық. Соның өзінде осы аз аяқпен сүрініп, қабынып, құлап, тоңқалаң асып жатамыз. Сен қалай осы 40 аяғын шатастырмай, құламай, жығылмай, осы жорғалап жүгіріп жүресің дейді ғой. Осыған таң қалам, бір тәнті болам, сүйсінем, саған ырзамын досым, жолың болсын деп кетіп бара жатыр дейді. Сөйтсе 40 аяқ бір орында тұрып ойланып қалды дейді. Расында да бұған дейін ой келмеді. Мен 40 аяғыммен қалай бір-бірін шатастырып алмай басып кетпеу. Қаны қарайыншы деп аяғына қарап еді дейді. Бір қадам алға басып еді, бірінші аяғын екінші аяғы басып тоңқалаң асып құлап кетті дейді. Маған не көрінген? Құдайдың құттығына жүріп жүрген аяғым. Одан бетер назарын тігіп, қазір бұдан да күшті дұрыстап жүремін деп әр аяғын жіті бақылап басып қалып еді дейді, тағы да құлады дейді. Содан не керек, кешке дейін маған не көрінді деп аяғына қарай беріп, сол ақыр аяғы ана жерде тоңқалаң асып құлап, жаңағы шаңға аунап, сол кешке дейін үйіне жете алмай аштан қатып өліп қалды дейді ана байғұс. Бұны ғылымда гиперрефлексия деп айтады. Гиперрефлексия деген, яғни шамадан тыс назар салу деген сөз ғой. Педагогтар бұны жақсы біледі негізі. Аса мейірімді болып кетеміз де кейде. Гиперрефлексияны өте жақсы біледі. Әсіресе үйретуші мастерлер, шеберлер болады ғой. Мысалы, жүзуге үйреткен кезде бала денесіне өзіне көп шектен тыс назар салған кезде үйрене алмайды. Немесе жаттаймын деген кезде шектен тыс өзіне назар салған кезде дұрыс сөйлеп тұрмын ба, дұрыс айтып тұрмын ба деп сол өзі гиперрефлексияға ұрынады, үйрене алмайды. Оны педагогтар жақсы біледі, сондықтан оны дирефлексияға жібереді. Дирефлексия деп отырғанымыз, яғни назарын бір екінші бір объектке, яғни өзін мақсат еткен, мұрат еткен нәрсесіне қарай көз тігу. Бұл енді логотерапияда мән деп айтады. Мәнге көз тіккен кезде, бір өзінің сүйген ісіне махаббатпен берілген кезде, бұл балаларда дирефлексия күшті болады. Ойын кезінде бар ғой. Ойнаған кезде балалар терілеп, тепшіп, үсті басына қарамай сонда беріліп ойнайды ғой. Ойынына қарасаңыз бір гармония бар екен көресіз, яғни үйлесім бар екен. Сонда бір-бірін тілін тауып, керемет ойнап жатады. Кейбір мұғалімдер бар, ұстаздар бар, жаңа сабақ берген кезде үсті басы кейде бор болып болады, басқа болады. Өйткені бар назары балаға жеткіземін, үйретемін деп ойланған кезде, кейбір кезде өзін ұмытып кетеді. Сол өзін ұмыту ғой негізі, жанкештілік болған кезде. Жаңа сіздің айтып отқанынан есіме түсіп кетті да. Сол бұдан не шықты деген кезде, бұл әңгіменің қорытындысы жаңа әлгі перспектива деген нәрсеге тағы да айналып келіп тұр еді. Яғни мына көріп жатқан заттың оның ар жағындағы, оны телескоптық назар деп айтады. Телескоп деп отырғанымыз, біз жер бетінде тұрсақ та, бірақ телескоп арқылы аспанның екінші бір шетін көреміз, яғни жұлдыздарды, айларды, күндерді. Тура сол сияқты көріп жатқан затымыз әшейін бір зат болғанмен, оның ар жағындағы киелі бір мазмұнды ұғымын, яғни екінші нәрсесін көру. Оны қазақтар бұрын оны қиссалармен, салт дәстүрлерменен осы сананы сіңіретін болған, телескоптық сананы. Ол не нәрсе? Мысалыға дәстүрлі сұрақ жауап деген бар. Әлдин Нефсқали деген кітапта жазып қойды ғой, соны өте бір керемет.
мысалыға басында не бар деген кезде тәждәулет, құлағында не бар, азан қаумет, көзінде не бар, Нұрмұхаммед, беліңде не бар, кемер қуат, жүзіңде не бар, ибадет, бойыңда не бар, мейірім, махаббат, рухыңда не бар, ақыл, парасат, тізеңде не бар, қайыр, сахауат, ізет, құрмет, қолыңда не бар, қайыр, сахауат, аяғыңда не бар, жол, шариғат, тілегіңде не бар, дидар, талап, иығыңда не бар, қос періште, ой, берекет, мақсатында не бар, дүр, хақиқат. Қараңыз, 12 мүшесі былайша айтқанда ет пен сүйектен жаралған бір зат, негізі бұл бір қарағанда көрініп тұрған бізге. Егер оның киелі ұғымы, яғни перспективасы болатын болса, кеудесінде бұл қол деген әшейін бір затты көтеріп бір нәрсеге қолданатын, немесе біреудің тұмсығын бұзып, жаңағыдай қол алып жүгіре жөнелетін зат емес. Бұл қайыр, сахауатқа арналған қол. Адамның көзі де сондай нәрсе. Бұл біреуге бақырай, бедірейіп қарайтын көз емес, керісінше бұл Мұхаммедтің нұры, бұл да ұяттың көзі. Ей, болмасам ұятсыз суреттерге қарай берме, көзіңнің нұры таят деген әңгімелердің бәрі осы былайша айтқанда айнаға қараған кезде бала ол әшейін бір дене бітімін, ет терісін, сүйегін ғана көретін бір не емес, ол 12 мүшесі қараған кезде сөйлеп тұру керек оған. Тура сол сияқты әр затқа қараған кезде оған үн қатып тұру керек. Біздің ана табиғаттың бәрін киелі қылып жіберетін себебі сол. Бұрын қазақтар табиғатпен тілдескен кезде ғажап тілдесетін. Табиғат оған сөйлеп тұрған сияқты болатын. Сондықтан да ондай адамдардың арасынан ақын да шығады, ғалым да шығады, жазушы да шығады, өнертапқыш та шығады. Неге? Себебі оның айналасын бәрі сөйлеп тұрған сияқты болады. Ғылым негізі содан басталады, тіл табу содан басталады. Перспективасын көру деген сөз ғой. Ал осындай құндылықтарды беру мектепте білім саласында тоқтап қалған кезде ол не одан ғалым шықпайды, не өнертапқыш шықпайды, не бір былайша айтқанда ақын, жазушы, тіпті қоғам қайраткері де шықпайды. Бар нәрсе осы неге оның бет алған, көз тіккен, назар салған объектісі не деген сұраққа жауап бергеннен болады. Егер объектісі жай ғана осы материалдық зат болатын болса, оны ештеңе шықпайды. А егер оның ар жағындағы мәні, киелі ұғымы болатын болса, онда бәрі содан басталады әңгімесі. Керемет. Енді ой түйетін болатын болсақ, сіздің жаңағы айтқан айналаның бәрінен білім ала білу. Енді көзбен, өкінішке орай біз бір нәрсені көзбен көріп, көзбен оқып, оқымысты болып жүрміз да. Иә. Ақылмен оқып, ғалымбыз. Қазір том-том жазып жатқан, кітап жатқан. Менің мысалы кітабым жоқ осы күнге дейін. Том-том кітап жазып жатқан ғалымдар көп. Ол оқылып жатыр ма? Мәселе сода. Ішінде не бар? Айналаңды, оқыған бүкіл нәрсеңді, қараған нәрсені жүрекпен оқысаң, жаңа сіз айтқан нәрсе болып тұр ғой. Иә. Дана боласың, ары кетсе әулие боласың, данышпан боласың, көсем боласың. Сондықтан сіздің айналып келген кезде бәр нәрсені жүрекпен, мейіріммен, махаббатпен оқи білу дейсіз ғой. Керемет. Селбе ағамыздың несін арға кішкене жалғастырсам, енді ұстазды өз анау ұстаздық дәрежеге жеткізетін, раббани дәрежеге жеткізетін бір амалдар бар да, ол жалпы кез келген білімді алу бар және оны амалға асыру бар. Яғни өзіңнің бойыңнан сүзгіден өткізесің. Одан кейін енді осы жерде ұстаздықтың шарттары шығады. Үшінші шарты шығады, оны үйретесің. Мысалы үшін кез келген адам ұстаз бола алмайды ғой. Өйткені алдыңдағы отырған екінші субъектіге оны үйрету бар ғой. Енді осы үйретуден кейін төртінші дүние шығады да. Төртінші дүние сол білімді үйреткен кезде не керек? Шыдам керек, сабыр керек. Кейбір кезде болады ғой, енді алдыңда тұрған шәкіртке үйретіп жатқан кезде бір қайталап айтқан нәрсеңді екінші рет қайталап айтсаң, үшінші рет қайталап айтпайды ғой, жаңағы жауап бермейді да. Одан кейін осыдан төртінші нәрсе шығады. Енді ұстаздықтың ең бір керемет нәрсесі ол нағыз шынайы ұстаздардың бойында болады деп ойлаймын, ол мейірімділік екен. Осы 5 осы нәтижесінде біз ұстаздыққа жетеміз. Жаңа ғана айтып отырсыз ғой, біз бала тәрбиесіндегі алдымызда отырған шәкірттерімізде мен өзімнің әрқашан ұстанатын нелерім бар. Біз жыл басталған кезде алдында отырған шәкірттермен бір жазылмаған, айтылмаған дейді ғой, бір келісімдерге отырамыз біз бірімізбен. Яғни мен айтамын, сен ертең осы елдің болашағысың. Сенің ертең керемет бір ғалым шығуы мүмкін, өте жақсы бір әділ министр болуы мүмкін, сен бір жақсы әкім болуы мүмкін. Мүмкін сен осы қазақ қоғамына алып келетін, қызмет қылатын бір Нобель сыйлығының лауреаты шығарсың. Қайдан білесің сен? Ешкім кепіл емес оған. Бірақ оған шарттар болу керек деймін да, мен айтамын. Екеуміздің арамызда жазылмаған шарттарға отырамыз. Мен де
сіз секілді мен де ет пен сүйектен жаратылған адаммын. Менің де жаным бар, рухым бар. Бірақ басты мақсатым осы аз да болса құндылық пен білімді саған үйреткім келеді. Ал енді сен де оған бағынуың керек. Яғни қалай бағынуың керек деймін. Ең бірінші саған тәртіп керек деймін. Өйткені кез келген істің өнімді болу үшін ниет керек, іс-әрекет керек, тәртіп керек дейді ғой. Соң іс-әрекет қандай болады? Сен бірінші сабаққа кешікпей кел. Сабаққа уақытылы кел. Таза киім киіп кел. Мысалы қыздарға болса шашың жинаулы, ұлдарға болса жаңағыдай сымбат болып киініңдер. Ол бір. Екінші, тапсырманы уақытылы орындап отыр. Одан кейін барып үшінші нәтижелер шығады да жаңағыдай. Міне, екеуміз осындай келісімге отырамыз. Сен ертең осының бәрін орындайтын болсаң, мен саған ертең нәтиже бересің. Ал ол нәтижелер ертең сен үлкен тұлға болып, елге қызмет қылу жолындағы саған бір өте көмектесетін құралдар болады деймін. Осында тыңдайтын шәкірттер болады. Оларды мен альфа буындар деп атаймын өзім, альфалар деп атаймын. Өйткені көпті өзгерту қиын әлбетте. Көп ол тобыр, бірақ сол тобырды өзгерте алатын бір 10 альфаны тәрбиелеп шығарып жіберші сол жаққа қарай. Деген кей кезде осындайда нәтижелер, осы өзімнің мына кейстерім ғой жалпы балалармен. Бұл да осы алғашқы буынымды шығарған кезде сол жерден 3 шәкіртім шықты. Кейінгісінен 2 шықты, 2. Енді әзірге 5 болып тұр. Бірақ енді сол шәкірттеріме айтатын осы міне. Сіз сабақ бересіз бе сонда? Мен сабақ беремін, мен жоғары сыныптарға сабақ беремін. Мен қазіргі уақытта 17 сыныпқа сабақ береді екенмін. 17 сыныптағы басты ең бірінші күні айтылатын нәрсем осы. Біз екеуміз келісімге отырамыз. Келісім қай уақытта бұзылады деймін, өзіңнен көр. Ал егер келісімді орындайсың ба, нәтиже көрсетесің. Керемет. Енді керемет тақырыптар талқыланды деп ойлаймын. Енді бұл енді біздің қазіргі таңда мен қазақ қоғамын қансонардағы бүркітшінің аңға шыққандай көремін да. Қансонар қоғамдамыз да қазір. Өйткені құндылықтарды өзіміз тұғырынан түсіріп алдық. Өзімізді таппай өзімізден ажырап қалдық. Мына қоғамда жүргеннен кейін мен айтам, бізге ешкімнің шапаны, ешкімнің тақиясы керек емес бұл қазаққа. Бұл қазаққа Мәшһүрдің шапаны, Абайдың тақиясы, Яссауидің ұлағаты сөздері жетеді. Біз сырттан жаңағы іздейміз да құндылықты. Менің айтпағым, өзімізді табайық. Өзіміз өзегімізде жатыр. Өзегіміз қайда? Өзегі ата-баба өсиеттерінде. Өсиетті өсекке таңып, енді біз төсек іздеп жүрміз, қаяққа отырамыз, қаяққа жатамыз деп. Сол өсекті шындыққа айландырып жатқанымыз бар кейбіреулер. Өсекті ойбай жаңағы өтірікті шынды, шынды Құдай ұрғандай қылып айтатын қоғамбыз ғой. Бірақ біз саналы азамат ретінде қазақтың тілмен емес, тірлікпен, тілмен көп нәрсе шешіліп жатыр өкінішке орай. Тілмен емес, тірлікпен әркім өз орнында. Бүгінгі мына менің бұл бастаманы бастаған себебімде халықтың ортасында мына сенімен болашақ 4-ші жылға келе жатыр. Қоғамда қазіргі таңда бұл көшке 150 мың атана сенім білдіріп ерген ұйым бұл. Бұл бір. Екіншіден айына 100 бен 150-дің арасында 16 өңірде тренингтар, педагогиялық, психологиялық тренингтар беріліп жатқан бір ұйым. Сананы ояту. Бұл жерде мақсат не? Бұл жерде мақсат ой айтуымыз, ой айтудың түбінде фасилитация жатыр. Осындай тақырып тастайтын болсақ ортаға, ешкім ақымақ емес. Өзі ішкі дүниесімен ойланып, толғанып, мына екен ғой деп жол таба білсе. Жаңа айтып жатқанымыз ғой, ақыл айтудың бұл қазаққа ақыл айтылып кетті. Ой айтуымыз керек. Ой оятуымыз керек. Сонда ғана өзінің тұғырына отырады деп. Сонда ғана жаңа ұстазымыз да өзінің орнына отырар. Айналып келген отбасы ғой. Ата-ана. Ата-ана баласы келе салып мектепте мынандай мұғалім бүйтті дейтін болса, онда кейстерді көріп жүрміз. Не қылады, мен ертең оны сөйлесе салам дейді. Ана бала одан кейін манипуляция жасайды да сен. Ата-ананы ұршықша еріп жүреді. Ана бұның түбірі де айналып келген Маша медведь бар ғой. Маша сияқты өтірік жылай салады.
біз жаңа сіз дұрыс айтасыз, аса мейірімді болып кетеміз да кейде ана шектен тыс. Қауіпті қамқорлық дейді. Иә, қауіпті қамқорлық. Сондықтан керемет бір подкаст болды деп ойлаймын. Бір екі кейс талқыладық. Айналып келген кезде құндылық, айналып келгенде жауапкершілік, айналып келгенде өз өзегімізге оралу. Бәр нәрсеміз біздің өз өзегімізде жатыр. Өзегімізден ажырап қалдық деп ойлаймыз әке. Сәл де болса. Енді бұл жаңағы бұл қазаққа айтылған ақыл өте көп. Енді кем болып отқан ештеңе жоқ. Бірақ енді көрінісі қайда, нәтижесі қайда деген сұрақты қойып отырсыз. Бұл енді адам ойлаймын, сезінемін және әрекет етемін деп жаңа философтардың айтпақшысы, бұның әрекет етуі деген бар. Енді мысалға сіздерге бір қызық айтайын. Осы отбасы хрестоматиясы кітаптар шығарып, құндылықтар насихаттап бастады ғой. Кейбір мынандай қызық оқиға болып жатыр да. Әлеуметтік желіні бақылап, қарап отырсам, кейбір енді тарихшы блогерлер бар, әлеуметтік желіні пайдаланып алаш зиялыларын насихаттайды. Әсіресе қазақ қыздарының жаңағы ғылымда, өнерде алғашқы шыққан қазақ әйелдерін насихаттайды. Сонда енді бір блогерлер бар, жаңағыдай мен жаспын деп ойлап есептейсің ба? Жаңа Мұхтар Әуезов 17 жасында пьеса жазған. Қаныш 21 жасында қазақ СССР-ның 1 жылдығын тойлап берген. Жаңағыдай анау өйткен, мынау өйткен. Сосын жаңа үлкендерге қаратып қояды. 60 жасқа келдім, кәрімін деп есептеп отырсыз ба? Мұхтар Әуезов 60 жасында үйткен, анауысы бүйткен, Байтұрсынов 70 жасында мынандай нәрсе істеген деген сияқты тұлғалардың өміріндегі жеткен жетістіктерін соны насихаттайды. Тарихи факт ретінде өте дұрыс айтып тұр. Бірақ халыққа беріп жатқан насихаты өте орынсыз, ұсынған ұсынысы өте орынсыз, жөнсіз болып есептелінеді. Неге десеңіз, ол қарапайым былай ғана. Менің әкем 63-ге келіп отыр биыл. Мінекей пайғамбар жасына келді. Соны әкеме барып айтсам, егер әке осындай тарихшы блогерлер айтып жатыр, сіз қартайдым деп есептемеңіз, пайғамбар жасына мінекей зейнетке шықтым деп, сіздің өміріңіз алда. Орта жастасыз деп қоясыз. Сіз орта жаста 60 жас талтыс деген сіз етуіңіз керек, бүйтуіңіз керек деп мен айта аламын ба? Жоқ, айта алмаймын. Неге деген кезде әлгі осы насихаттап отырған адамдар бір нәрсені ескермей отыр. Ол не нәрсе дегенде, сол өзі үлгі қылып отырған алаш зиялылары болсын, жаңа қаныштар болсын, барлығының бала кезіндегі сіңірген құндылықтары менен бойындағы көкіректегі армандары не еді деген сұрақты қоймаған. Менің әкемнің немесе менің бала кездегі сіңірген құндылықтар мен армандарым ол алаш зиялымен салыстыруға келмейді. Ол кездегі 10 жасына дейін бүкіл шығыс даналығын, шайырларын, ана құндылықтарын бәрін көкірегіне сіңірген, соншалықты олардың армандары деген ол ғайыптық армандар болған. Біздік сияқты бала кезімізде жаңа велосипед әперсе екен, сумкемізді әперсе екен, туфли әперсе екен, шектеулі деген сияқты, қазіргідей сотка әперсе екен деген сияқты мынандай тар сана болмаған. Ол кезде олардың армандарына сыймай тұрған. Баяғы Толстой айтпашы, Толстой баласына айтқан екен, балам не армандайсың, арманың не деп. Сөйтсе баласы әкесіне қарап, әке мен сіз сияқты ұлы жазушы боламын деп армандаймын деген. Сөйтсе әй балам қолынан түк келмейді деген сенің деп. Неге десе, мен сендей кезімде білесің бе не армандағанмын, құдай болсам деп армандайтынмын. Құдай болмадым, бірақ жазушы болдым деп айтады. Сол сияқты олардың армандары деген бар. Мәселе осы жерде. Енді сол армандарды тудыратын құндылықтары қан енді. Жаңағы мейірімді болу керек деп атымыз, сабырлы болу керек деп атымыз, жаңағы жүріс тұрысы дұрыс болу керек, мінез құлқы дұрыс болу керек. Осы не тудырады деген сұрақ бар. Кез келген адамның жүріс тұрысын, мінез құлқын, армандарын бәрін тудыратын нәрсе ол ішіндегі құндылықтары, көкірегіндегі жаңағы киелі ұғымдар. Ол өзінен де үлкен, 100 есе, 1000 есе үлкен бір абсолютті болмысқа қарай талпыну керек. Егер өзі сияқты болмыстарға талпынатын болса, онда ол күйреп кетеді. Ол сондықтан да енді оны халықтық тілде Құдай дейді, мұсылманшылықта оны Алла дейді. Былайша айтқанда сол біз насихаттаған тұлғалардың бәрі кішкентай кезінен өзінің дәстүрлі сол құндылықтарын, дәстүрлі тәрбиесін алғаннан басталған. Соны қазір енді мінекей оны енді нақты бұл енді теориясын, тарихын көріп оқып тоқып отырмыз ғой. Енді қазір сол мүмкін ба деген кезде, міне қазір балалардан көріп жатырмыз. Қалай деген кезде, қазір мысалы өлік болып ештеңеге қызықпайтын, көз жанарының оты сөніп қалған, кітаптың бетін ашқысы келмейтін, азаннан кешке дейін жаңағы телефоны шықпайтын балаларға осының тарихын түгендеп, жаңағы кітаптарды оқытып, құндылықтар көкірегіне құйған кезде жаңағы мектепке сыймай кетеді. Мектепте сіз бітірсе екен деп
соны мысалға енді нақты соны түсінген белсенділер немесе кәсіпкерлер, тіпті жаңағыдай мемлекет жаңа білім бөлім басшылары, жаңа қаланың әкімдері осыны бұйрық беріп, ана Қанышты оқытып, Өзбекәліні оқытып, мысалға Түркістан облысындағы Арыс ауданында осы әкімнің бұйрығыменен, тапсырмасыменен, білім бөлімінің қадағалауыменен осы 10 шақты мектеп осы соңғы 2 жылда қолға алып еді. Түркістан облысындағы ең білім сапасы төмен, көп оқушылар арасында төбелес болатын, былайша айтқанда суициді бар, басқасы бар, ерте жүктілігі бар, мектептен қашу бар, сондай жағынан үнемі артта болып отыратын аудан 2 жылдың ішінде деңгейі көтеріліп кетті. Неғып көтеріліп кетті? Неге бұншалықты бұлар оянып кетті деген кезде тарихи сана, тарихи жады деген бар. Қаныштарды, Өзбекәлілерді оқыған кезде сондағысы оқып жатқан 2-3 тұлға. Егер оны осындай 100-ін оқытып қойса не болады? Онда санасы сұмдық кетеді ол кезде. Өзегіміздегі құндылықтарды бағалау деп отырсыз ғой. Оның кәдімгі бұл енді бұл бір-екі адамның айналысатын шаруасы емес, бұл мемлекеттің деңгейінде жасайтын, облыстық деңгейде жасайтын, білім саласында жасайтын, қолы ұзын, билігі, сөз өтімді адамдардың іске кірісетін жері ғой. Енді ол айтқанға, армандағанға жақсы ғой. Мемлекет қолдан келген бағып істеп жатыр деп ойлаймын. Мектептерді салып беріп жатыр. 30 жылда талай өзгерістер болды. Қазіргі таңда да біраз өзгерістер бар. Жаңағы бірақ енді біздің бір кейде қуанып, кейде қынжылатын бір мақалымыз бар ғой. Көш жүре түзеледі. Мен айтамын, бұл көш неғып түзелмейді деймін да. Қашанғы жаңа баяғыда бір құдалыққа шалгембір барған екен, құдалар айтады ғой, қолқа салады. Ей, әудемейдің қазағы жоқ, домбыраны береді. Домбыраны алып тартамайды екен, енді ұялғаннан домбыраны алады ғой. Ей, қобыланды келер сайменен, қобыланды келер сайменен деп бір сөзді қайталай бересіз. Ана құда ашуланып кеткен ғой. Қашан шығады құда екен мұны сайдан десе, мә шығарып ал депті да. Сол сияқты біз жаңағы көш жүре түзеледі дейміз де, бір бұл қазақ енді біз оптимист халықпыз ғой. Жақсылыққа жоримыз, жақсылыққа сенеміз, бірақ дегенмен әрекет керек енді. Әрекет. Бұны қоғам болып сана оятудың тағы да өзегіне оралғым келіп тұр. Сана оянбайынша бұл қазақтың ой түзелмейінше бой түзелмейді. Мен соған келдім. Ой түзеуіміз керек. Жақсы жағын көр, жарайды. Бірақ армандап отырып алып алмапсыз аузыма түсіп болмайды ғой. Көп жігіттерді қарасам, мен ниетім таза, бұл қазаққа болсын деп жүрмін. Менің анам да ниеті таза. Үйде отыр, 5 уақыт намазын қылады, тәспісін айналдырады да, ниетім таза, елімізге, жерімізге береке, бірлік бер. Бірақ оның әрекеті жоқ қой. Әрекеті бізді тәрбиелеп шығарды. Дұғамен отыр, жақсы ниетпен отыр. Ондай жігіттерге, сондай қоғамдағы азаматтарға айтамын да, сен менің анам секілдісің деймін да. Қазақ жақсы болсын, аман болайық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Тілде. Әрекет жасасайшы. Мына шай жақсы, ішуімішімен әрекет жасауым керек. Жоқ, біз оптимист, бәр нәрсені жақсы көріп. Бірген аға, анау кімнің сөзі есіме түсіп кетті да, мынау. Мәдени революционер дейді ғой, Қытайдың, қазіргі Қытайдың гүлденіп отырғанына бір себепкер адамда Дэн Сяопин деген кісі бар. Сол кісінің бір керемет сөзі бар ғой. Мысықтың қандай түсті болған маңызды емес дейді. Ең маңыздысы ол тышқан аулауы дейді ғой. Яғни ең бастысы тышқан аулау. Бұл жерде егер заманы жақсы болып, адамдар да жақсы болса, ол заманына байланысты. Егер бір адам бұзылып кетсе, оған замандастардың бәрі кінәлі дегенде бір сөз бар ғой бізде. Егер мынау әсіресе ұстаздарға мен қатты көп сұрақтарым бар, және осы ұстаздарға осы егер қоғамда біз болашақ жемқорларды да шығарып жатырмыз, болашақ біз адам өлтіргіштерді де шығарып жатырмыз да, сондай бір болашақта, бірақ болашақ ғалымдарды да шығаратын біз, болашақ өнертапқыштар, болашақ мынау адам сүйгіш адамдарды да шығара аламыз да. Сол үшін ұстаздарға қателік жасауға ешқандай мүмкіндік жоқ деймін әрқашан. Сіздерде ұлттың болашағы тұр қолдарыңызда. Ұлттың тағдыры тұр. Сол үшін күресіңіздер әрқашан. Біз күресуіміз керек. Осындай бастамалардың арқасында жеңіске жетеміз. Нұркен аға, жаңағы сіздің әңгімеңізді анаңыз туралы айтасыз ғой. Сіздің анаңыздың позициясы тұрғысынан алғанда ол кісінікі дұрыс. Ана ретінде жаңағы бала шағасын тілеуін тілеп, дұғасын жасап, жағдайын жасап отыру. Ал жігітті айтып отырғаныңыз, жаңа сіздің анаңыз сияқты отыруы, оның позициясында дұрыс емес. Оның
жұмысы, жасы, міндеті басқа нәрсе ғой. Иә. Осыған қатысты осы бір қызық. Бүгін ғана болды. Сөзін ұмытпа. Жаңағы намаз оқымасақ та анда-санда мешітке баратынымыз бар ғой, жұма деп. Иә. Жұртпен барып бірдеме тыңдап қайтайық, рухымыз шаттансын. Соны әңгіме жұманың алдындағы әңгіме ғой. Ниетім таза дей береді. Мен айтамын, сен жел шығарып алып ниетім таза деп намаз оқымайсың ғой, айналайын. Әр нәрсенің бір әдебі болады да. Дәретің алуың керек, басқа нәрсе болмау керек. Ниетім таза деп отыра берген болмайды деймін ғой, мен осыны айтқым келеді да. Жақсылықты ойлап, қиялдап, әрекет. Жаңа бұған да қатысты әңгіме бар еді, бірақ алдыңғысын айтып алайын деп айтады дейді. Сіз бір ойдан бір ой тудырып отырсыз. Мына өзі жауапкершілікке қатысты бір қызық не бар. Американдық ғалым Скотт Пек деген, Морган Скотт Пек деген ғалым бар. Соны осы бәрі айтады ғой дейді, жауапкершілік арқалау керек, жауапты болу керек деп. Соны айтады, бір нәзік нәрсені ескермейді бәрі дейді. Қалай деген кезде өзі маған пациенттер келген кезде екі түрлі пациенттер келеді дейді, науқастары. Бұл психотерапевт дейді. Оның біреуі невротиктер, екіншісі характеропаттар дейді, мінез құлқында ақау бар дейді. Мына невротиктер көбінесе үлкендерден болады дейді, ал характеропаттар көбінесе жастар болып кетеді олар дейді. Ол не деген сөз дейді? Мына жауапкершілік арқалаудың екі түрі болады негізі дейді. Біріншісі өзіңе тиісті, өзіңе қатысты нәрсенің жауапкершілігін арқалау деген нәрсе бар дейді. Ал екіншісі өзіңе тиісті емес, өзіңе қатысы жоқ нәрсеге жауапкершілік арқаламаудың өзі жауапкершілік болып есептелінеді дейді. Ал үлкендердің жіберетін қателігі біреудің жауапкершілігін, әсіресе бала шағасының жауапкершілігін арқалап алады да, сөйтіп невроз болып жүреді оны дейді. Маған бір 40-тағы бір әйел келіп отыр дейді, әлемнің жауапкершілігін арқалап алған, ойбай Антарктика еріп жатыр, ағаюлар үйтіп жатыр, экология бүйтіп жатыр. Ол кезде ана қырғиқабақ соғысы ғой, жаңа ядролық соғыс болып кетсе ертең қайда барамыз, ұрпағымыз не болады деп қарап отырдым да, мына байғұс патология ауру екен ғой деймін. Ана қасында екі баласы отыр дейді, бетімен кеткен, не тәрбие жоқ, не әдебі жоқ, екі баласы отыр дейді. Қалай болсын, сонда екі баласының алдындағы ана ретіндегі жауапкершілігін арқаламай тұр дейді. Соған қарамастан жаңа елдің жауапкершілігін, әлемнің жауапкершілігін арқалағысы келеді. Невроз болмағанда осылар невроз болады. Кім болушы еді дейді. Ал енді мына характеропаттар көбінесе жастардан шығады дейді. Ол не нәрсе деген кезде өзіне тиісті, өзіне қатысты міндеттерді дұрыс атқармағаннан шығады. Әсіресе мектептің оқушылары, ол мемлекет тарапынан мектеп соғылып, соның жылуын, жарығын қамтамасыз етіп, мемлекеттің салығын есебінен соны ұстап отыр ма? Болды, сенің жасында білім алу тиіс па? Енді алып отыр дегенде анау ұғынбайды, қабылдағысы келмейді дейді. Оның 11 жыл уақытын далаға шашып жібереді дейді. Соның кесірінен мінез құлқында ақау болады ол дейді. Сондықтан да адамның мысалыға бар нәрсе осы жауапкершілік арқалау керек деп айта береді ғой дейді. Сол жауапкершілік арқалайтын нәрсе не нәрсеге қарап біз бағыт алуымыз керек деген сұрақты қоймайды олар, болашағындағы мәні дейді. Сондықтан да адамның алға қойған мұраты, мәні, мақсаты, оның мінез құлқын, дұрыс жүріс-тұрысын бәрін қалыптастырып жібереді. Мысалыға Жұмабек Тәшенов, мысалыға өте қайраткер, бірбеткей деп айтады. Мысалы мемлекеттің алдында өзінің берілген жаңағы премьер-министр болды деймін, сол кездегі біздің тілмен айтқанда үкімет басшысы. Сол кезде тұрды да Хрущевпен ұстасып 5 облысты бермеді. Яғни ол жауапты кейінгі ұрпақтың алдында, соның заманында жаңа 5 облысқа қол қойылып берілетін болса, соның заманында берді. Жоқ, мен көзім тірісінде жаңа Біріккен ұлттар ұйымының заңын пайдаланып, соны алдыға тартып, мен тең құқықты республиканың 5 облысын бере алмаймын мен сендерге деп сол кезде мінез көрсетіп отыр. Оның қайраткерлігі, қорықпайтындығы, жаңа басын бәйгеге тігетіні, бәрі мінезі шығу. Ол өзінің туа бітті бір мінезі бар ол. Бірақ сол Құдай берген мінезін қолданатын қай кезде қолданды деген кезде өзіне тиісті міндетті арқалап тұрған кезде қолданды. Миссия ғой. Миссия. Сондықтан да осы қайраткерлік болсын, сабырлық болсын, шыдамдылық болсын, соны тікелей мәнге байланысты. Ал қазіргі балалар не үшін, не жігер жоқ, не бір қайраткерлік жоқ, не бір талап жоқ деген кезде оның алдында ешқандай мән, мағына, мұрат жоқтығынан болып тұрады. Мән, мұрат дегенде қалай сонда? Оларда мақсат жоқ па деген? Мақсат бар, оқуға түсу болса, бірақ сол оқуға түсетіні белгілі, жаңағы жағдай жасалып тұр, қай жерге қалай баратыны не болып тұр, бәрі. Сосын бойындағы болмысында потенциалдар, мінез құлықтары былай ашылмайды. Керемет. Сондықтан да оның көкірегіне барынша сала беру керек, кейін уақыт сәті келген кезде өзінің тиісті жауапкершіліктерді арқалап кете береді сондай.
әр Қазақстанның азаматы осыған қатысты бір қызық айтайын. Аха. Бәрі шаттанып қуанып кетсін. Аягөзге бардым. Көп болған жоқ, бір ай болған жоқ. Абай облысын аралап отқанда, сонда үлкен мәдениет үйінде менің кітабымның жаңағыдай несін лекциясын ұйымдастырыпты да. Енді мен таң қалдым, тура мейрамның алдында 1 мамыр бітті, ертесі күн болып отыр, алдымызда уже 7-9 мамыр тұр. Адам жиналмайтын шығар деген, сөйтсем жиналыпты. Мұны кім жинады деймін, сөйтсем 5 жігіт екен, Аягөздің 5. Мен ойладым, бұл білім саласына қатысты бір сон тұғырын ұстап отырған біреулер шығар. Сөйтсем біреу электрик, машина жөндейтін, біреуі жиһаз жасайтын, асхананың жиһазын, біреуі омарташы, бал жинайды, біреуі тойда камера түсіреді, біреуі әскери адам, бұл сонда 5 түрлі. Сөйтсем бұл 5-еуі не қылған жігіт десем, бала кезден бірге өскен, бір-бірін таниды. Сөйтсе жүріп араласып жүрген кезде бұл не жүріс, бір кітап оқиықты деген. Сондықтан не оқимыз деген кезде атақты ана Финляндияның лала гүлдері бар емес, Финляндия қалай оянды, ана Снейлман. Соны оқып алады да, бұлар шабыт алады. Снейлман деген осындай болған. Біз қазақта Снейлман жоқ па? Снейлман болмаймыз ба? Енді бүкіл Қазақстан болмаса Аягөздің деңгейінде Снейлман болайық та. Сонымен не істейміз? Ол үшін өзіміз оқуымыз керек, өмір кітап оқымаған болар. Соны кітап алып оқыдық дейді жаңағы. Содан кейін ай сайын оқып отыр. Бірақ қатары көбеймейді. Олар ойлаған көбейеді. Сонда қатарымызды қайтып көбейтеміз. Ол үшін жастарға бару керек. Жастардың бәрі қайда? Ол мектепте, университет жоқ қой енді былай. Облыс орталығымыз. Мектепке барсақ, кім мектеп, қай мектеп есігін ашушы еді. Қайдан келген адамсың, құрбыңдарды қуып жібереді. Оларға кірудің бірден бір жолы мектепке кітап сыйлайық деген ғой. Сөйтіп қалталарын 30 мың теңгеден шығарып, 150 мың теңге жинап, сонда бар кітапты алып, ақшасы келгеніне, соны мектепке барады. Мектеп қуанады, кітапханашы қуанады, оқушыларға таратады, сыйлайды. Сөйтіп шаттанып кетеді. Ана іс-әрекетінен өздері өмірдің мәнді мағыналы тірлікке араласқан кезде өздерінің бойындағы жаңа қырлары ашылып жатыр ғой. Содан тұрады да, мынау бір керемет екен, адамның бір өмірін шабыттандырады екен. Бір мектеппен шектелмек, екінші мектеп сөйтіп жүрген кезде 6-шы ма 7-ші мектепке келген кезде Аягөздердің мектептерін санайды да, ойбай, мына мектептерін қай уақытта түгендеп бітеміз. Одан да кәсіпкер іздейік, бізге біреу жаңағыдай демеушілік жасасын деп. Ана Асылтас қоры бар ғой, Ақсуаттан шыққан ағамыз Дулат Тастекеев, соның қорына хабарласып кітап сыйлайық деді. Сөйтсе олар да кітап сыйлағысы келіп жатыр екен. Сөйтіп кітапханаға деген, жаңағы облыс орталықтарының кітапхана, ол жарамайды мектепке деген. Сонымен облыста қанша мектеп бар, жалпы саны 60 мың кітап, әр мектепке өзі 60 кітаптан ба әйтеуір таратып не қылады ғой, ана 60 түрлі кітап алады. Соны кейін енді 5-еу отыр сол жерде шай ішіп, сосын 5-еуін айттым, қатарларың көбейді ма деймін ғой жаңағыдай. Жоқ, көбейген жоқ, сол 5-еуміз кітап оқып жүрміз дейді. Көбеймей-ақ қойыңдар, осылай отыра беріңдер деймін. Осы сөзіңіз бір айтып бола салайын. Сөйтіп неге дейді, сендер бір нәрсені байқамай отырсыңдар деймін ғой 5-еуіне. Сендердің 5-еуінің бір 5 адам басы бірігіп іс қылған кезде сендер ойлап қалмаңдар жаңағыдай санымыз аз дегенде 5-еудің өзі дүниенің тірлігін жасай береді. Қалай дейді ғой. Мен сендерге бір қызық айтайын дедім. Баяғыда суицидпен күресіп, суицид жеңген, атағы шығып кеткен Виктор Франкл деген біреу болған екен, жаңағы логотерапевт. Сонымен түнде жұмысынан келіп шаршап ұйықтап жатса дейді, ол кезде жаңа үйдің телефоны ғана болады ғой, звондаса дейді, ұйқысырап отырып телефон алса, бір орта жастағы әйел 50-дегі, сіз бе мистер Франкл? Иә. Сіз суицидтен құтқарады дейді, адам өлмеу керек деп айтады. Иә, мен суицид жасайын деп отырған адам едім. Не үшін адам өмір сүру керек? Егер дұрыс дәлелін айта алсаң, ақылға қонымды бір нәрсе айта алсаң, мен өзіме қол жұмсамаймын, тірі қаламын деп айтады. Сонымен ана жаны шығып кетіп, байғұс Франкл ас үстіне түсіп, өмір сүру керек, өмір деген андай мән болады, мұрат болады, мақсат болады, миссия болады, бекерге келмейді, әр келуіне мән болады. Не айтса да бірақ контраргумент дайын, ана әйел қарсы пікір айтады дейді. Сол кезде бір кезде шаршап кетті да, сіз мен түннің бір уағында звондағандықтан, мен ұйқылы ояу отырғандықтан дұрыс сөйлей алмай отырмын. Ертең сағат 9-да келесіз бе жұмысқа? Иә. Егер 9-да келсеңіз, маған уәде беріңіз, бүгін түнде өзіме бірдеңе жасап қоймаймын деп. Ертең келсеңіз, мен сізге дұрыстап айтайын, дұрыстап сөйлесейін. Егер ертең де ештеңе айта алмайтын болсам, ес дұрыс нәрсе айта алмайтын болсам, онда өзіңіз білесіз енді. Бірақ уәде беріңіз, бүгін ештеңе жасамаймын. Әйел тұрды, бопты, ертең барам, дұрыстап жауап бермесең өзіңнен гөр деп телефонды қойып дейді. Міндеттейсің. 9-да кабинетіне тұр дейді, ақ халатын киіп алып, соны былай отыр дейді, тақ-тұқ пол тез жүретін адам болса біреу кіріп келді дейді, жаңа үштік туфлимен кіріп, шиқ есікті ашты. Сіз бе мистер Франкл? Бір келіңіз деп.
алдына отырды да қысқасы Франкл мен отырмай ақ қояйын, кешегі түнде сізге звондаған әйел менің деп астына түсіп жатыр еді. Мен бір шешімге келдім деп айтты. Қандай деді? Өлмейтін болдым деп. Аузы ашылып қалды. Қалай деп? Бірақ сен ойлап қалма, кеше түнде бір керемет нәрсе айттым да, түнімен ойланып адам өмір сүру керек екен ғой, ақ өліммен өлу керек екен ғой деп шешім қабылдап деп ойлап қалма. Сен кеше түк те айта алмадың. Сен мықты күшті сөйлейді, түк сөйлей алмайтын адам екенсің сен деп айтты дейді. Онда не үшін өлмейтін болдыңыз деді. Бірақ мен енді телефонды қойған соң ойланып қалдым дейді. Иә, бұл кіміз Франкл? Қандай адам? Мен ғой үш қайнаса сорпасы қосылмайтын айдаладағы біреумін. Не әдеп жоқ, не этика жоқ. Түнде мазалап отырмын. Онысымен қоймай саған міндетсінемін. Бірақ соған қарамастан ең ет жақын адам сияқты, ең жақын бауыр сияқты жаны ұшырып, ас үстіме түсіп жүгіріп, анасындай болып баласына қараған. Бұл кіміз Франкл? Вена қаласында мынандай ақ жүрек, мынандай адал, мынандай өз ісіне берілген азамат өмір сүрсе, неге бұнымен өмір сүрмеске деп ойландым да. Қысқасы Франкл, Венада бірге өмір сүреміз. Ұқтың ба? Жасай бер дейді. Кетіп қалды дейді. Ол кісіні қайтыс ой көрген жоқпын дейді да. Мына қараңыздар дейді. Не нәрсе жеңді бұл жерде дейді да. Не философия жеңген жоқ, не менің логотерапияны жеңген, не менің концлагерім өмірге болған ғибрат болған жоқ дейді да. Адамгершілік қана жеңіп кетті дейді. Соны 5 жігітке айтамын ғой, сен 5-еуің отыра беріңдер осы айнымай деймін да. Игі істеріңнен, ағартушылығынан айнымай. Бүкіл аягөз сендерді естіп, аягөзде 5 жігіт болатын болса, неге аягөзде тұрмасқа деп аягөзде рахаттанып өмір сүреді деймін. Тура сол сияқты әр адам өзінің саласында, өзінің туып өскен жерінде, өзінің ішінде мәнді мағыналы дұрыс өмір сүретін болса, ол танымаса да сырттай шабыт беріп отырады. Сондықтан да бір адам жарқырап шықты ма, болды, ол танымайтын жүздеген мыңдаған адам өзі танымауы мүмкін, бірақ сырттай танитын адамдардың бәрі солардың есебінен мынандай кісі болса неге өмір сүрмеске. Ал егер бірде біреу қалмаған кезде ғой, жаппай депрессия, жаппай күйзелу, жаппай суицид бастап кететін себебі сол. Бір-екі адам шықса, қаншама адам тірі қалады. Онда нормально екен біздің қоғам түзеледі деген. Көп нәрсе істелгенше орындалмастай көрінуі мүмкін дегенде бір қағида бар ғой. Ана жаңағы 5 азаматтың, енді біз өзімізде Астана қаласында осы жастар болып оқырмандар клубын ашқанбыз. Өзі ізгілікті қазіргі уақытта ізгілікті насихаттау, жалпы соның ішіндегі кітап оқу мәдениетін насихаттау өте ауыр күрделі істердің бірі. Өйткені оны өзіміз 4 жылдан бері басымыздан өткіздік. Соның нәтижесінде бірақ ана көп бір нәрсе істегенше орындалмастай қорқынышты болып көрінуі мүмкін ғой. Біз де уайымдадық басында, қалай болады екен деп. Бірақ уайымда түбі тұңғиық батасында кетесің дейді ғой. Тәуекел түбі жел қайық ұшасында өтесің дегендей. Тәуекел жасап едік, бірақ соның нәтижесінде қазір ютубта канал ашып, соны 55-тен аса кітап салынып, соның барлығына Пареттің қағидасы бойынша кәсіби деңгейде бір жеткен нәтижелеріміз бар. Бірақ осы мынау мектептегі жасаған бір ісімді айтып берейінші, бір қысқа ғана кейс. Осы біздің мектептерімізде 14 февраль деген бір 14 ақпан деген бір күн бар ғой, барлық Қазақстанда әлі күнге дейін Назарбаев мектептерінде көп қатты тойланады екен. Бірақ сол нәрсені біз 2-3 мұғалім отырып осы нәрсені бұздық. 3 жыл болды. Оны қалай істедік? 14 ақпан келе жатыр. Осы мектепте оқырмандар клубын ашып қойғанбыз. Оқушылар бір келеді, бір келмейді, күрделі болып жатыр енді. Балаға кітап оқыту, барлығын оқитын шетелдік жанрда кітаптар, Агата Кристидің бар, Джек Лондонның бар, енді жақсы да бар, Джо Роллинг бар. Бірақ соның нәтижесінде арасында өзіміздің қазақтың кітаптарын тығып қоямыз енді. Жаңағы Сайын Мұратбековтің кітаптары бар, Төлен Әбдіктің кітаптары бар, мыналарды оқып тұрыңдаршы арасында деп. Кейіннен бірақ отбасы хрестоматиясы күшті кітап шығарды. Өзбек Мәдени Майдан кетті, одан кейін Қаныш кетті. Қаныштың балалық шақтары туралы кітаптар. Бірақ сол кезде 14 ақпанға келген кезде іздендім, интернет ақтардым. Қарап қалсам, 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні екен. Бұны не істейміз? Директорға алып ұшып кірдім. Мына нәрсені істемесек болмайды. Пайдалану керек. Кітап тарату. Және халықаралық дедім. Мына нәрсеге мазаланып, халықаралық. Кірдім да болды, директорымызды өте сондай мынау даналықты ізгілікті жақсы көретін кісі. Бірден бастадық та, мүлдем қай жерде коробка қойылса, Валентинка деген дүние бар. Әулие Валентин әкейдің күні деп қай жерде көрінше бірден өте қатаң түрде жаңағыдай сұрақ сұралатын болды. Одан кейін мектебімізде бүкіл сыныптардың бәріне келіп, қандай кітап бар? Алып келші мектепке, бір-біріңе сыйлаңдар.
Бірінші күні деген жаңағыда сол күні деген балалардың барлығын санасына сіңіріп тұрып кітаптың құндылығын насихаттап видеоға түсіріп бір-біріне сондай кішігірім подкастта түсіріп едік. Бірінші жылы сөйттік, екінші жылы ана хабар телеарнасы келіп түсіріп кетті, шақырдық әдейі келіп түсіріңдерші бізді. Үшінші жылы, биыл 4-ші жыл атап өттік, дәстүрге айналып кетті сол нәрсе. Керемет. Яғни анау мен жалғыз өзім не істей аламын деген түсінікті болмау керек та. Сіз жалғыз өзіңіз көп нәрсе істей аласыз. Тек ықылас, шынайылық, адамгершілік, құндылықтар болса дейсіз ғой, әрекет. Керемет, құрметті қонақтар, Сәке, Нұрбек бауырым, керемет ой талқылау, ой ояту басты мақсат дедік қой. Біраз нәрсенің екі кейс талқылап, әртүрлі оқиғаларды айтып. Енді бұл үлкен ғылым, қазақтың ойын ояту оңай емес. Мен кейде айтам, бұл қазақтың ойын ояту өліп қалған адам тірілтумен бірдей қазір қоғамда. Өліп қалған адамды тірілту оңай емес. Одан бір жаңағы бір экстренный бір энергия келіп, шабыт келіп, мен ойлаймын, өзегімізге оралған кезде сол жақтан көп нәрсе келетін шығар деген ниет. Сондықтан мына қазағымыз ояна берсін, өзегіне орала берсін. Енді осы тұрғыда мына сөзбен тамамдағым кеп тұр. Ақылдың ісі ақиқаттың алтын тұғыры. Әр нәрсені ақылмен ойлайтын болсақ, ақылмен шешуге тырысатын болсақ, оны жүрекпен үйлестіретін болсақ, мен ойлаймын, шешілмейтін дүние қалмайтын шығар деп. Тек әрекет болса, әрекеттің соңы берекет. Мына бүгінгі подкастымыз, бірінші подкастымыз, ойлаймын, жақсы болған шығар деп. Не болсақ та, әрқашан жаңа қазақ деп жатырмыз ғой. Бұл жерде мен көп жерде айтам, қазақ бұл статус. Біз осынша ұлыстан, осынша ұлттан тұратын бір мемлекет болғандықтан, қазақты статус дәрежесіне көтеруіміз керек. Бұл деген сөз не? Өзге орысымызда, немісімізде, осы қазақтың көк туының астындағы әрбір қазақ азаматы статус. Қазақ деп айту керек. Америкаға барсам, мен американспын дейді. Мен Германияда оқыдым өзім. Мен неміспін дейді. Бұлай қарап отырсаң, ол түрік. Сондықтан сендіруіміз керек. Сендіген адам сүйе біледі, сүйеген адам сезе біледі, сезген адам қазақтың көк туын көкке көтереді деп ойлаймын. Сондықтан мына қазақ қоғамында осындай адами құндылықтарды ортаға салып талқыласақ, ұлттық құндылық өзінің тұғырына отырар хақ. Біз адами сыйластықты, жаңа айтып жатырсыз, адамгершілікті, құндылықтарымызды, қазақтың керемет қасиеттерін өзегімізге оралып, сол жақтан өзімізді шығарсақ, біз өзіміз шығарбағанымызда өзегіміз жоқ та өзіміз жүрміз ұшып. Өзегімізге оралып тұр шығаруымыз керек өзімізді. Сонда мен ойлаймын, тұғырына ұлттық құндылық та отырады, тіл мәселесі де отырады, жаңағы бір құдайды бөле алмай жүрген дін мәселесі де отырады. Көп өткенде бір кісі сұрайды, осы біреу діннен өте нәзік мәселе ғой, мен оны көп талқыламаймын да, өзім ондай нәрседен біраз ұзақтамын. Мен айттым, айналайындар дедім. Мен бір жаратушы баяғыда ата бабамыздан келатқан, әкеміз коммунист болса да бір үйде құдай деп өстік қой енді. Мен Аллаға құдай деп сенем, бірақ оның иінін шатастырмаңдаршы маған, иінмен шатағым жоқ. Анау ЖСН бар ғой, ЖСН номермен шатағым жоқ деймін да. Мен иінін талқыламаймын. Бір құдай деймін болды. Сол секілді не болсақ та еліміз, өзімізді әрқашан өркениетке жетелейік, ерінбей еңбек етейік. Кім болсақ, ол болайық, адам болып қалайық. Қиялды арманға емес, арманды амалға айналдыратын ер рухты, өр рухты қазақ болып өсе берейік. Бір деммен тыңдап осы подкастымызды, бір деммен оянып, қазаққа қызмет мәртебе деген рухты сөзді ту етіп, елге қызметімізді аямай жасай берейік. Келгендеріңізге рахмет. Бір дем. Сіздерге де рахмет. Әрқашан жаңа айтады, деміміз басылмасын. Бүгін мен бір не жасам, деміміз басылмасын. Қатты айтыпсыз дейді. Мен айтам, шайдың демі басып қалса, қазақ бәр нәрсені шайдың басында шешкенбіз. Шайдың демі басылып қалатын болса, қызық болмай қалады. Деміміз басылмау керек. Қазақтың
демі басылмау керек. Мына ішіндегі жанып тұрған рух деген энергия басылған кезде ғана біз не боларын білмей жүрміз. Рухымызды көтеретін, еңсемізді тік ұстайтын, көзімізді горизонтқа қойып, бірақ өзегімізді ұмытпайтын азаматтардан болайық. Бар болыңыздар, нар болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Аумин.